сәлеметсіздер ме? Мен атым Қаратай Байтұрсын. Мен Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Қаратау жалпы білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерге көлік жууға және демалуға арналған тайм-аут кешенін ашу бизнес жоспарын ұсынбақпын. Менің жетекшім Бектібай Нарбол Тесболсынұлы. Біздің мақсатымыз 25-тен астам халқы бар Меңдіқара аудан тұтынушыларына қолжетімді және сапалы қызмет көрсету секторын жүзеге асыратын орталық ашу. Ол бизнестің артықшылықтары ауданда автожол саны 2, өзіне өзі қызмет көрсететін автожол бекеті жоқ, қызметтің осы түріне сұраныс өте жоғары, өткізу қабілеттігі зор, кәдімгі көлік жуу орындарымен салыстырғанда бағасы 2 есе төмен. Ауданда демалыс кешені жоқ. Stat.gov сайтының мәліметінше, ауданымызда жыл сайын автомобильдер саны 10% артып келеді. Соңғы 5 жылда аудан тұрғындарының автопаркі шамамен 50% артқан. Бұл сайтта сіздер 2017-2021 жылдардағы автодағы көлік санын көре аласыздар. 5 жылда 50% артқан. Бұл сайтта сіздер Меңдіқара Қостанай Ұзынкөл трасса қиылысын көре аласыздар. Бұл кешені орналастыру үшін біз Меңдіқара ауданының ең қолайлы жерін таңдадық. Бұл жер көлік ағыны жоғары, халық көп шоғырланған аймақ. Бұл бізге тұтынушыларды тартуға мүмкіндік береді. Құрылыс және рұқсат құжаттарын дайындау, сіз рұқсаты, өрт сөндіру бөлімі рұқсаты, қала құрылыс органдарының рұқсаты, экологиялық қызметтің рұқсаты, жер телімінің жоспары, салынатын ғимараттың жоспары, жергілікті атқару комитеті рұқсаты. Жобаны бекітуге 6 айға дейін уақыт кетеді. Құрылыс және пайдалануға беру кезеңі 2-3 айға созылады. Жабдықтар өндіруші жабдық әртүрлі түрлерін ұсынады. Олардың құны функциялық жиынтығына және болжамды санына байланысты. Жабдықтың бір жиынтығының орташа құны 2 миллион 50 теңге құрайды. Келесі өндірушілер осы баға сегментіне кіреді. Event SVTH. Жабдықтың ең бюджетті нұсқасы отандық АП1 компаниясы ұсынады. 6 пакет минималды премиумға дейін. Функциялық жиынтығы ерекшеленеді. Мұндай жабдықтың құны 700 мыңнан миллион 950 мыңға теңге дейін тұрады. Біздің көлік жуу бекеті экологиялық тиімділігіне сай болады. Суды үнемдейтін технологиялар және экологиялық таза жуу құралдары қолданамыз. Бұл қоршаған ортаға зиянды азайтуға және су ресурстарын сақтауға мүмкіндік береді. Бұл сайтта сіздер кофе және PlayStation қабатын көре аласыздар. Бұл кофе және PlayStation бекеті бұл 2-ші этажда орналастырмақ болатынбыз. Ал 3-ші этажда хостел және демалу кешені болады. Бұл сайтта сіздер автожол құрылысын барлық кезең көре аласыздар. Клиенттер ағыны. Көлік жууға арналған тұтынушылардың орташа саны күніне 30 көлік, орташа чек 1350 теңге. Негізінде табыс айына 1.350 теңге құрайды. 3 босқа арналған көлік жуу орындарының максималды жүктемесі кезінде күнделікті табыс айына 1.950 теңгеге жетеді. Кафетерияда күніне 30 адам орташа чекпен 700 теңгені, кофе алса күніне 21 айына 630 табыс түседі. 4 дана PlayStation айына 840 теңге табыс әкеледі. Хостел 30 адам орташа чек 5000 теңге, айына 4 миллион 500 теңге құрайды. Бұл сайтта сіздер қаржылық жоспарын көре аласыздар. Жобалау және рұқсат беру құжаттарын әзірлеу, құрылыс және 3 бекетке арналған мамандардың жарнамалық көрсеткіш рәсімдеу, жиһаз асхана құралдары, өзге шығындар барлығы 11 миллион 650 теңге құрайды. Бұл сайтта сіздер ай сайынғы шығыстарды көре аласыздар. Жер учаскесін жалдау, жалақы және сақтандыру аударымдары, сумен жабдықтау, электр энергиясы, шу арналық химия, салықты аударымдары, қысқы кезеңде едендер жылыту және өзгелері барлығы 838 теңге құрайды. Маркетинг. Көлік жууға арналған ең тиімді жарнама сыртқы жарнама болып табылады. Көрсеткішті көлік жууға дейін 2 шақырым жерде орнату ұсынылады. Жол белгілерінің жанында бір белгіні жасау үшін орнату орташа есеппен 70 теңге құрайды. Сыртқы жарнаманың тиімділігін арттыру үшін клиенттердің қажетті санын тарта алатын 2 көрсеткішті шығару жоспарлануда. Бұл сайтта сіздер тиімділікті бағалау сайтын көре аласыздар. Жобаның өтелу мерзімі 11 миллион 650 теңгені құрайтын бастапқы инвестициямен 3 айды құрайды. Жобаның жоспарланған сатылым көлеміне қол жеткізген кездегі ай сайын таза пайдасы 6 миллион теңге құрайды. Қорытынды. Бұл бизнес жоспары өзіне өзі қызмет көрсетеді, көлік жуу орнын ашудың тиімділігін көрсетеді. Жоба Қостанай облысы Меңдіқара ауданының сұранысы жоғары болуына байланысты үлкен
перспективаға ие. Жобаның негізгі артықшылықтары кәдімгі көлік жолдарымен салыстырғанда бағасы 2 есе төмен. Жұмыскерлерге жұмсалатын шығындарды үнемдеу, автомобильдер саны жыл сайын 10%-ға өсуі, жобаның өтелу мерзімі 15 ай, алғашқы 6 ай жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Қартабай тұрсын. Сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Біз бизнес жоспарға макет жасадық. Бұл макетте бірінші этажда өзіне-өзі қызмет көрсететін автокөлік жуу бекеті орналасқан. Ал екінші этажда кофейня және PlayStation ойын-сауық кешені орналасқан. Ал үшінші этажда хостел және офис және бухгалтердің офисі орналасқан.